Алтын Орданың ұлы ханы Жошының сенімді бас уәзірі болыпты. 7 жыл жер бетін шарлап, алыс сапардан оралған уәзірді хан шақыртып алып, көрген білгенін сұрапты. Саруалдың арығы деген жерде болдым. Ордалы құланның мекені екен. Үйірде бір келі ақсақ құлан бар. Оған ешкім жолай алмайды. Маңына келгенді не теуіп, не таптап, не шайнап өлтіреді. Әйтеуір сол адамды ажал қармайды екен, деді уәзір. Ханның қасында отырған баласы: «Оу, ақсақал, мен адамды жылқы не құлан теуіп өлтіреді дегенге сенбеймін», депті. Сөйтіп хан баласы уәзірдің айтқан жеріне барып, көзімізбен көріп қайтайық деп, сенімді 40 жігітті көндіріп, оларды қамдап, құлан ордасына аттанып кетіпті. Уәзір айтқандай, Саруалдың арығы құлан ойнағына айналған жер екен. Аң деген көздің құрты ғой. Сол жерде хан баласы жеңілдік үшін қызыл шекпенін киіп, қобылы садағын қолына алып, құлан ордасына қарай қасқайып тура жүреді. Ал 40 серігі болса жүрексініп, жабынды тазамен ілесіп отырады. Хан баласының қарасын көрген құлан ордасы шоқтай болып иіріледі де, ішінен бір ақсақ құлан бөлініп шығып, қарсы жүреді. Ол осқырына одағайлап, жерді тарпып жібергенде айналаны қап-қараңғы тұман басып кетеді. Мергендер бірінен бірі көз жазып қалады. Сол кезде тұман арасынан: «40 жігіттен қаша жүріңдер, қызыл шекпенді баса жүріңдер» деген бір дауыс естіледі. Сөйткенше болмай, көп тұяқтың дүрсілі аспан астын кернеп кетеді. Бір мезгілде тұман сейледі. Жігіттер қараса, құлан да жоқ, хан баласы да жоқ. Тек қана қалың құланның шұбырынды ізі жатыр. Олар 3 күн бойы ізді тінтіп жүріп, хан баласының бас киімін тауып алады. 40 жігіт қайғырып елге оралады. Болған жағдайды ханға хабарлауға еш қайсының жүрегі дауаламайды. Хан болса, жігіттердің келгенін естіп, «Балам жазым болған-ау» деп уайым шегеді. Ол аласұрып: «Кімде-кім менің алдыма балаң өлді деп келетін болса, соның көмейіне қорғасын құйылады» деп жарлық етеді. Ел жұрт ханға баласының өлімін естіртудің еш амалын таба алмай дал болады. Сонда Ноғайлыдан шыққан Кетбұқа деген күйші нар тәуекелге бел буып хан сарайына келеді. Келсе, хан қайғыға қамалып теріс қарап жатыр екен. Күйші орданың ортасына тізе бүгіп, домбырасын тарта бастайды. Екпіндеп естілген сарынға хан елең етіп құлақ түреді. Домбыра үні оның көз алдына баласының арындап, құланды қойдай қайырып жүргенін елестетеді. Келесі сәтте серпи қағылған домбыра үнінен хан 1000 сан тұяқтың дүбірін естиді. Хан басын көтереді. Кетбұқа енді домбырасына шымшымдап, бөлек сарын бөтен дыбыс қосып, ханның құлағына бір хабар еміс-еміс жеткендей болады. Бір уақытта домбыраға тіл біткендей: «Балаң өлді, Жошы хан, балаң өлді, Жошы хан» деп сарнап қоя береді. Сонда хан басын көтеріп: «Бұл сенің тартар күйің емес, менің естір хабарым емес. Балаң өлді, Жошы хан деп тұр ғой мына домбыра» дейді. Сол уақытта Кетбұқа: «Тақсыр-ай, балаңыздың өлімін өзіңіз естірткеніңіз не болғаны?» деп уәж айтады. Мысы құрыған хан: «Қап, ауырлықты өзіме аударып кеттің-ау. Бірақ сен жаман хабардың аузымнан шыққаны үшін жазаланасың. Күйшіні Айдаһар үңгірінің аузына апарып тастаңдар» деп нөкерлеріне әмір береді. Ханның нөкерлері Кетбұқаның қолына домбырасын ұстатып, Айдаһар үңгірінің аузына әкеліп тастайды. Үңгірден адам иісін сезген Айдаһар шығып, Кетбұқаны жұтуға оңтайланады. Сонда басқа шарасы қалмаған күйші жүрелеп отыра қалып, домбырасын көкелете сұңқылдатып бір күйді тарта жөнеледі.
күйдің мұңды сарынынан Айдахар сұлық түсіп, қимылсыз қалады. Күй аяқталған соң, Айдахар ініне кіріп, ат басындай алтынды күйшінің алдына домалатып әкеліп тастайды. Осылайша, күй құдіреті Кетбұқа күйшіні ханның қаһарынан, Айдахардың айбарынан аман алып қалды.